көрермендер, арнаға жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, белсенді болайық. Фильмнің атауы «Время охоты» деп аталады. 2020 жылы шыққан оңтүстік кореялық криминалдық триллер, режиссері Йон Сан-хо. Бұл фильмде болашақта экономикалық дағдарысқа ұшыраған Кореяда бірнеше жас жігіттің өмірі көрсетіледі. Негізгі кейіпкерлер қылмыс арқылы тез байығысы келіп, қауіпті миссияға аттанады. Олар бір казинодан үлкен соммада ақша ұрлап қашуды жоспарлайды, бірақ бұл қадам оларға өте қауіпті жауыздың ізіне түсуіне әкеледі. Фильмнің басты тақырыптары достық, сенім және өмір үшін күрес, көркем жұмыстағы шиеленісті атмосфера, қызықты оқиға желісі және актерлік шеберлік көрермендер тарапынан жоғары бағаға ие болды. Басты кейіпкерлер Джон Сук, топтың көшбасшысы, түрмеден шыққаннан кейін достарымен бірге үлкен соққы жасап шетелге кетуді армандайды. Ки Хун және Чан Хо Джон Суктың жақын достары және жоспарын жүзеге асыруға көмектесетін серіктестері. Сонг Су топқа жаңадан қосылған, көліктер мен техникаларды жақсы білетін досы. Жоспарлары бойынша олар заңсыз казиноға шабуыл жасап, үлкен сомадағы ақшаны алып қашады. Алайда олардың әрекеті қауіпті жалдамалы аңшы Ханның назарын аударады. Хан оларды аяусыз қуалай бастайды және фильмнің екінші жартысы олардың өмірі үшін күресін көрсетеді. Фильмдегі атмосфераны қою түстер, тартымды операторлық жұмыс және қарқынды экшн сахналар ерекше етеді. Қатыгез және шынайы сюжет, кейіпкерлердің психологиялық тереңдігі көрермендерді бейжай қалдырмайды.